Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қаттама жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен жұмыртқамызды, осылай мен барлығын сіздерге өлшеп отырып көрсететін боламын. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Негізінде сіздер бұны кішігірім мастер-класс ретінде қабылдасаңыздар да болады. Өйткені мен сіздерге қазір барлығын өлшеп тұрып, өлшемдерімен айтатын боламын. Сондықтан да сіздер сатылымға жасасаңыздар да, немесе үйде өздеріңізге жасасаңыздар да болады. Енді біз қазір ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, содан соң үстіне 500 грамм сарыағашымызды құятын боламыз. Егерде сарыағаш зиян қоспаймын дейтін болсаңыздар, кәдімгі суық, салқын суды қоссаңыздар да болады. Енді қазір осы жұмыртқамыз бен сарыағашымызды және де үстіне кішкене тұзымызды қосып, жақсылап тұзы ерігенге дейін араластырып шығамыз. Мінекей қыздар, біз енді илеп болдық. 1/2 бөлікке бөліп, осылай өлшеп аламыз. Негізінде 750-860 плюс-минус шығатын болады. Осылай 2 салафанға орап, кішкене қойып қоямыз. Мен сіздерге өлшеммен көрсетіп жатқан себебім, сатылымға жасаймын дейтін болсаңыздар, негізінде өлшеммен жасағандықтан бірдей болып шығады, барлығы үлкен кіші болып кетпестен. Сондықтан да сіздерде сатылымға жасаймын десеңіздер, менің көрсетіп жатқан видеомды кішігірім мастер-класс ретінде қабылдасаңыздар болады. Біз бір қаттамамызды, яғни жаңа 2 бөлікке бөлген қамырымыздың бір бөлігін осылай көк пиязбен, біреуін кәдімгі ештеңке қосылмаған қаттама жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай көк пияздарымызды турап аламыз. Мінекей қыздар, біз қазір бірінші қамырымызды алып шықтық. Енді қазір қамырымызды жақсылап жайып, содан соң үстіне майымызды қосатын боламыз. Менде май закрама майы, негізі закрама майымен жақсы шығады. Сіздер енді өздеріңіздің қолдарыңыздағы бар майды қоссаңыздар да болады. Енді қазір біз қамырымызды жайып болғаннан соң, сол майымызды, ерітілген майымызды үстіне құятын боламыз. Негізінде сіздер майды жартылай жылқының майын қоссаңыздар да болады. Ол жылқының майын қоссаңыздар, ол вообще негізі дәмді болып шығады. Сондықтан да өздеріңіздің қолдарыңыздағы бар майды қолдансаңыздар болады. Негізінде мені көбісі лайк басып көреді екен. Менің еңбегімді бағалап, подписация етіп кетсеңіздер, және де өздеріңізге сақтап қойыңыздар. Өйткені келесі жолдары сіздерге бірдестен шығатындай болады. Қамырымызды қатты қалың етіп жайып жібермейміз. Орташа қалыңдықта, яғни манты орамаға жасаған секілді етіп жайып шықсаңыздар, сол жеткілікті бізге. Мінекей біз алдын ала ертіп алған майымызды құйып, мен негізі қолмен жаға салдым. Енді сіздер өздеріңіз, егерде қолмен жақпаймын деп жатсаңыздар, щеткамен жағып шықсаңыздар да болады. Біз барлық жеріне майымызды жағып болдық. Енді оқтауымызға осылай орап, қазір ортасынан кесетін боламыз. Видеодан қарап көрсетілгендей етіп, ешқандай заттарын ұмытып кетпестен дәл мен сияқты жасайтын болсаңыздар, сіздерде де өте керемет, қытырлақ, әдемі қаттамаларыңыз шығатын болады. Мінекей, енді қазір пышағымызбен дәл осылай кесетін боламыз. Оқтауға оралып тұрған жерінен кесеміз. Қолдарыңызбен қатты қысып тастамаңыздар, өйткені бізде қамырымыз ортасында май бар болса да, қатты қысатын болсаңыздар жабысып кетуі мүмкін. Мінекей, біз енді оқтаудан барлығын кесіп біттік. Енді бірдей етіп, қазір ортасынан тағы да бір кесіп аламыз. Енді осы әр қамырымызды жеке-жеке 3 бөлікке бөлетін боламыз. Сонда бізде барлығы 6 қамыр шығуы қажет. Мінекей, енді қазір қамырларымызды осылай орап шығатын боламыз. Барлық 6 бөлігінде. Содан соң орап болғаннан соң жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей қыздар, біз барлығын жасап біттік. Енді негізінде осының барлығын өлшейтін болсаңыздар, яғни әр кругымыз мына жасалынған қазіргі 70 граммнан болуы керек, егер сіздер сатылымға жасаймын десеңіздер. Ал егерде сатылымға емес, өздеріңіз үйге жасайтын болсаңыздар, онда өлшеп отырудың қажеті жоқ. Көз мөлшермен барлығын кесе берсеңіздер болады. Ал енді біз екінші қамырымызды жаятын боламыз. Ол бізде қазір көк пиязбен араласқан түрі болады. Бұны да негізі көк пиязбен араласқан түрі өте дәмді болады. Бірінші түріне қарағанда маған осы көк пиязбен ұнайды. Қамырымызды жайып болғаннан соң осылай май құйып, қазір үстіне туралған көк пиязымызды себетін боламыз. Мінекей қыздар, біз барлығын жасап біттік. Қамырымызды жайып, үстіне пиязымызды салып болғаннан соң, осылай ұзынша етіп, дәл ұзын болып тұрған күйінде орап, бұны да осы түрінде холодильникте жарты сағатта сақтайтын боламыз. Бұл түрін біз холодильниктен шыққан соң бірақ кесеміз.
Енді осы жерде біз қамырымызды жаю үшін, яғни әрбір қаттамамыздың бөлігін жаю үшін қазір 2 қасық ұнды және де 2 қасық кукурузный крахмалды қосып, араластырып, осыны қосатын болсаңыздар, сол кезде сіздердің қаттамаларыңыз қытырлақ, әдемі болып шығады. Егер крахмалды қоспаймын десеңіздер, құр ұнның өзімен жасауға да болады. Бірақ крахмалмен қыздар қытырлаған, әдемі қаттамаларыңыз шығады. Сондықтан да мен сіздерге қосуға кеңес берер едім. Мінекей біз 30 минут қойып қойдық. Енді шыққаннан соң осы жаңағы дайын болған кукурузный крахмалмен ұнымызды араластырып, үстінен әрбіріне себе отырып жаямыз. Қаттамамызды жайған кезде шетінен ортасына қарай, ортасын қатты басып жіберместен ақырындап жаямыз. Бізде ортасындағы қатпарлары кетіп қалмауы қажет. Мінекей қыздар, қараңыздар, бізде қаншама қатпарлары бар. Осының барлығы қазір пісіп шыққан кезде қытырлап, бөлініп, әдемі болатын болады. Мен негізінде барлығын жайып дайындап қойдым. Содан соң бірақ негізі барлығын пісірмедім. Мен сіздерге бір лайфхакты айтайын, қыздар. Осылай барлығын жайып болғаннан соң жартысын салафанға салып, морозильникте сақтасаңыздар болады. Кез келген уақытта қаттама жегілеріңіз келген кезде шығарып, мұз болып тұрған күйінде бірдестен пісіре берсеңіздер де болады. Ешқандай да бұзылып кетпейді, дәмі сақталынып, қытырлаған, яғни балғын болып, свежий дейміз ғой, солай свежий болып, дәмді болып, қазір қалай свежий болса, дәл сондай болып, келесі жолы морозильниктен шығарып жасасаңыздар да дәл сондай болып сақталынады. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер, қыздар, солай. Сол лайфхакты істеп көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мынау енді бізде қазір көкпияз қосылған екінші түрі. Енді қазір осыны бөліктерімізге бөліп болып, содан соң пісіретін боламыз. Мен бұны бөлген кезде осы 6 бөлікке бірдей етіп бөліп, жоғарыдан төменге қарай баса отырып, осындай етіп домалақ етіп жасап алдым. Ешқандай да бұрап жатпастан ұзынша етіп кес болғаннан соң үстінен жаңа көрсетіп өткенімдей дәл солай жасап, осы домалақ етіп формасына келтіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, осындай қалыңдықта бізде жақсы болып шығады. Қатты жұқа етіп жібермеңіздер, өйткені қатты қытырлақ болып, қаттылау болып қалуы мүмкін. Орташа отта үстіне 3 қасық майымызды қосып, жақсылап қазір барлығын біртіндеп пісіріп алатын боламыз. Осылай дәл видеодағыдай етіп қыздар айналдыра отырып, екі жағын бірдей етіп пісіріп аласыздар.